час вакалары автотариф etmege hazırmız. Studiyada men Sultan Estakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Kırımның визирлер шурасында Ахмеджет Шейра, Ахмеджет ве Бокчисарай районларында суунен олған проблемлерні чезмеге тырышалар. Сонки күнлері суыны тек күндіз дегілді суткаларнен олмағанына шикайет чоқлашты. Бөлелекнен проблемлелер сырасында Куйбышева, Батурина соқақларындаки евлер ве Гресовский қасабасына болуна. Сув юқары қатларға көтерілмей. Тafsilatlı Джалевхамызда. Пенсионер Евгений Любушкин евнын едіндаки ерні абаданлаштыра. Топрақ құру, қазмаға ағыр. Сувармаға есе чаре йоқ, чүнкі жедвел бойынша да сув берілмеді. Ама вазиет яқшы жауылды. Бір қач күневелсі о юқары қатларға ичті көтерілмеді. Шымды келе, ләкин құланмаға кечмей. Вода ржавая идет. Я не знаю, как ее пить. Ни один фильтр у нас не фильтрует ее. Любовь Пругло сувнын грамманы тутымлы ишлете. Она азбарха аты лифте чықмаға ағыр. Оның үшін сувға пек мұқай тола. Посуду мою, подогреваю, мою. Николай Семерицкий едінші қата яшай. Мында сувда көтерілмеді. Пенсионер 70 яшыны кечті. Ама сепереже олып чалышмаға девам ете. Тұзлы ішлерден сон юванмаға істей. Ама сывутлардaki сувны құланмаға мечбур. Ну как, переоденусь. Потом приду помою, руки помою. Ну а вечером, может, если воды нет, то можно чуть-чуть нагреть, помыться. Подъездны мына бойлеті все яраштыра. Ама оны еріне кетірмеге ғайет қиын. Боевде да яш аналарының консультация меркезі ерлеші. Батурина соқағы проблемелер сырасында. Адамларны сувсызлықтан құртармақ үшін тек идаре етіджі компанияларны ишке қоймақ керек екен. Когда выяснилось, когда посмотрели в люке, что действительно была задвижка прикрыта. На самом деле это работа управляющей компании, которая обслуживает. То есть не проблема была просто заглянуть в люк и... Но координация нужна обыкновенная, коллеги. Крым елбашчысы. Месулиетлилерні жедвелден олған фарқны йоқ етмеге. Ве әрбір проблемны вазиетны индивидуаль шекелде өгірмеге чақырды. По всем провести отдельную, соответственно, работу, причины выяснить, установить, объяснить людям возможность, невозможность проведения и доведения с точки зрения графика. Если нет возможности этот график соблюдать, соответственно, должны быть предложены альтернативные варианты, коллеги. Ондан да башқа. Ачық бағдың іші. Шеер ве район акимиеті ве вода Крыма мосесінің незаритінде болуна. Егер проблемлер да чоқлаша, акимиеті эркунь топлашу в кечірмеге азырлар. Сабина Дениева, Тарас Брезицкий, Денис Тищенко, Рамазан Аливапов. Миллеті чун. Москва шәрінде Русия ве Белоруссия регионларының 7-ші форумы башланды. О екі девлет арасындаки ичтимаи иктисади ве маневи бағларының инкишафына бағышланған. Қырымны девлет шурасының рейсі Владимир Константинов темсіл еті. Форумның эсас мевзусы Улу Ватан женкі аққындаки тарихи қатыранны сақлап қалмақтар. Вопрос этот обострился. Я много думал над тем, почему именно в это время наше поколение, вот эта борьба, она приобрела такое значение. Почему не в 60-е годы, не в 70-е, а именно сейчас? Ответ очень простой. Во-первых, нет, к сожалению, все меньше участников тех событий. И на Западе в том числе еще в 60-е, 70-е годы невозможно было себе представить никакого западного журналиста или историка, который бы по-другому трактовал события Второй мировой войны. Форум сентябрьнің 29-на қадар девам етежек базы тәдбірлер видеоконференция шеклінде кечежек екі девлет арасында ишбірлік ақта аңлашмаларының имзаланмасы да планлаштырыла. Ахмеджетте Александра Невского соқағының тамираны батареяталар евелден çalışқан тыш қызметші бойнына алған ішлеріні еріне кетірмеген еді. Яны тыш қызметші есе бутон олған қаталарыны йоқ еті. Еліні яқын вақытта ачмаға планлаштыралар. Ішнің сонки басамақлары ақта Ленуза Бурсиитова тариф еті. Советская мейданындан Толстого соқағына қадар олған ел қысмыны тамир ішлеріні кечірмек үшін екі күне белсі қапатқан еділер. Тыш қызметші объектіні үшке да кечкен сене түшірмек керек еді, амма эксперт комиссиясы хаталар тапты. Шер мемориеті аңлашманы бозмаға мечбур олды. Здесь работы не завершались. Государственный контракт не был закончен в связи с тем, что верхнее основание строительным контролем не было принято. Соответственно, не были подписаны акты выполненных работ. Путем, скажем так, долгих разбирательств с предыдущим подрядчиком, буквально 1,5 месяца назад было принято решение расторгнуть с предыдущим подрядчиком контракт.
Эвелки тыш хызметчи япқан хаталар нәтижесінде канализация қапақлары батып кетті. Ішчілер асфальтның үст қатына алдылар, доғырттылар ве 40-тан зияде қапақны көтерділер. Отфрезеровано сейчас примерно 8400 метров квадратных покрытия. Демонтировано люков и опорных плит примерно 80 штук. Смонтировано назад 60 штук. Объекте онлар жешчі ве мақсус техника чалыша. Бұл бөлікте девлет стандартларына уймаған ескі асфальтны енді алып ташладылар ве кейфиетлі яңы сойыны тошеділер. Ішлердің фияты 13 миллион рублеге яқын. Соқақ бойы әрекет чаршымбе күні ақшам ачылажақ. Ленуза Борсеитова, Вера Мазан Аливапов. Миллет үшін. Молодежная қасабасында Ляли адлы бала бақчасы 100%-ға азыр. Мектептен эвелкі тәрбие муссесіне 260 бала қатнайжақ. Объектның құружилығына федераль бюджеттен 220 миллион рублей айырылды. Бала бақчасы не вақыт чалышы башлажаға ақта мұхбірлеріміз біле. Парлақ оңайтлы ве заманауи техниканен донатылған молодежная қасабасында яңы бала бақчасы açılды. Мектептен эвелки тербие муэссесені 2016 сенесінің декабрь айында құрып башлаған еділер. О вақыт тыш қызметші ос ішлеріні ярамай бежеріп 40 миллион рублеге зарар кетірді. Шымды онен Қырымның құружилық везірлігі макемлеші яңы тыш қызметші объектке 2019 сенесі келді. Құружилық шыркетінің мүдірі айтқанына көре, ішчілер олардан эвел чалышқанларының хаталарыны доғыртмаға мечбур олдылар. Самое сложное в нашей работе – это переделывать именно все заново, а не строить с нуля. Когда строишь с нуля, то тебе намного проще. А здесь пришлось все переделать. Полностью были демонтированы теневые навесы, мафы заменены на новые. Перекрашен полностью весь садик. Бақчаға бірден 260 бала қатнажақ. Оның чалышмасы бала бақчасына олған сыраны қапатажақ. Бұл есе 300-ге яқын бала. Бүгінгі күнде бала бақчасы 100%-ға азыр. Кечірілген ішлердің кейфиетіні незарет етмеге құружилық ве мимарлық везірінің муавины Карлен Петросян келді. В неочередной сессии Симферопольского районного совета было принято решение о принятии объекта недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в собственность муниципального образования Симферопольский район. Далее передача объекта и постановка его в казну Симферопольского района будет осуществляться. Мұнда 50 адам чалышажақ. Шымды штат алына балалар 2021 сенесі қатна башлажақ. Шымдыги вақытта федераль мақсадлы программа бойынша 50-ден зияде бала бақшасы құрула. Олардан 4-ті бұл сене эксплуатацияға кірсетілежек. Ленуза Борсеитова, Сибиля Меметова, Асан Ибрагимов, Миллет үшін. Ахмеджетнің мерkezінде Евсаневи учаджи Амедхан Султанға тікленілген абидінің құружилығы графиктен үгіне кете. Бүгін анда иш топлашуы кечірілді. Совет қараманының хатырасыны эбиделештірмек үшін жемаатчылық мемарлар вегерлі кемиет топланды. Фундамент под постамент готов. Есть все основания полагать, что к концу недели с Тамбова прибудет груз в виде гранитных плит постамента. И в 10-х числах будет закончена работа по изготовлению самой статуи, самого памятника. И я очень надеюсь, что числа 15-го мы сможем приступить к его монтажу. Леха бойынша абеде 5 метр yüksекlikте Амедхан ватандашларына адым атқан кебіта свер олынмақ керек комплексте учуджының тәржіме алынын сеслендірген аудио гид-чечеклік вераатлық ері олажақ. Сквернің балабанлығы 1,5 квадратыр метр. Тантаналы ачылыш 25 октябрге планлаштырылған, бұл күні Евсаневи учуджының доғанына 100 ел тола. Жанкойдеке сүт заводы истисалыны 2 кереге арттырды. Более нәтижелерге производительность труда и поддержка занятости адлы мелили хасибібінден келінді. Программадан енді Қырым Жүмкуриетінде 15 шіркеті іштирак етті. Елнан сонына ажы бұл сайы 21-ге қадар көтерілежек. Мевзунан девамыз Сабина Денеевада. Сары яқ, Қашқавал, иритме Қашқавалы ведигер сүт мақсулаты. Бұл Қырымның ән бұйық шіркетлерінден бірідір. О Жанкойда ерлеші. Бусине ширкет производительность труда и поддержка занятости адлы мили лехада иштирак эте. Леханын мақсады Қырым истисалжыларына рекабет күчіні артырмаға ярдым етмектір. Сүт мақсулатының истисалы сүтні азырламақтан башлана. Башта о лаборатор талиліні кече. Сон автоматик шекілде сайлана. Вебурулар бойы бірінші абравға аппарат сехине йоланыла.
Азырланған сүт қарышмасы аппарат цехинден нефбетеки иштевлерге yol ала. Цехтың операторы Сергей Бабенко мұнда 2 елдан берли çalışа. Упаковываем пленку, вот эта печка, это самая. Пленка, вы видели, там показывают. Бутылка идет, запечатана, нагревается, вентилятором охлаждается. Все, я слаживаю и отправляем на холодильник. Бу бүлікті сүт шешелерге толдура. Земаневи донатмалар себебінден яқ цехы бір суткада 20 тонна қаймақны ишлеп, 10 тонна яқчы қара біле. Бу исе Қырымда екене олған Қашқавал цехы. Это уникальный цех. На юге, востоке Российской Федерации точно нету. Сделано собственными силами. Мелили хазебебінден сүт заводы истисалыны 33% артырды. Иш семерлігі исе 24% чоқлашты. Сегодня мы видим очень сильное предприятие в Крыму, которое перерабатывает больше 300 тонн молока. И мне бы казалось, что в этом предприятии уже все сделано для того, чтобы уже нечего здесь улучшать. Бүгінгі күнде заводда бинден зияды адам çalışа. Бу сүт заводы истисалыны 2 кереге артырды. Шымды Мелили хада 15 Крым шirketi иштирак етті. Елдің сонуна же олардың сайысы 21 етежек. Сабина Дениева, Виталий Голубев. Миллет үшін. Кезлевнан мемурларыны хабарчылықта қабатладылар. Жинай иш шер мемуриетінің рейс муавинине ве Кезлевнан капиталь құруджилық идаресінің мудир муавинлеріне қаршы açылды. Бұл ақта Тадқиқат комитетінің хабар еттілер. Тадқиқатының фікіріне Корея мемурлар тижари шirketінің башына аңлашма имзаланмасында ярдым тевсие еттілер. Олар 10,5 миллион рублеге Кезлевдеки 12 мектеп янында есалажақ модуль бала бақчасының құруджилығына субподряд әлде етмеге сөз берділер. Шер мемуриетінің рейс муавины есе құруджилықта хаталар олса оларға көз юммаға вады етті. Параларыны банк есапларына алдылар, жинайчыларына яқаладылар, олар қабатларыны таныдылар, апсыне бұлыналар. Ярымадамызда Қырым футбол бірлігіні премьер-лигасының 6-й чемпионаты башланды. Матчының 1-ші турында Бақчысарайлық Қызылташ фаворит Кафа тақымымен ойнады. Кефелелер премьер-лигада тек кечіш матчларының нәтижелері бойынша қалдылар. Қызылташ есе финишке бірқач тур қалғанда өзіне нәтижеви 5-ші еріні қазанды. Екі тақымның көрешіві ненен біткеніне Ленуза Бурсиетова біле. Мейданын сайыплеріне кечкен мевсіміндегі кібі олмамасы үшін бағалар қазанмақ керек. Оның үшін олар ойынның 1-ші дақасындан рақыплеріне көреш ачалар. Қызылташның қорыжысы Олег Кибисов 19-ші даққада рақыбіне гол ұрмаға бермей. Оның үшін қырмызы карта ала ве мейдандан кете. Нетиже өзіні беклетмеді. 22-ші даққада кефелелерінің мұхлислері қувана. Эсапны Юрий Клочков ача. Қызылташ ойыну незаретете вера хыплеріні тұтып қала. Аматақымның қорыжысы Герман Шатаев яқшы бұруджымны қачырай ве мұсаферлер доқыз ойынжы олып қала. 67-ші дақада нәтижеве сапны сайыплер Адель Нетеевнің көчуінен қойылды. Когда покидает команду больше 50% основного состава, это же понятно, что совсем другой футбол, другие люди. Мы сейчас подбираем, у нас времени не было подобрать, посмотреть людей. Непонятно, очень короткое было подготовительный период. Мы в процессе сейчас смотрим людей. Бақчысарайлаларының рақыбы аман-аман бүтін ойыншыларына денештірді. Тақым 5 күн ішінде жиылды. Олар мувафақиятлеріне невбеттеки ойынларда да сақлап қалмаға планлаштыралар. Мы выиграли в первом туре и хорошо. Будем стараться во втором и в третьем туре выиграть. Сейчас мы едем в океан, потом принимаем гвардейц. Тақымлардың көрішуі сайыплерінің ғалебесінен екінленді. Бақчысарайлаларының идманчылар штабында хаталар үстінден иш алып бармаға ваде етелер. Сефе Шукурова, Ленуза Бурсиетова, ве Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Қырымда навыки мудрых адлы 3-ші милли чемпионатының финалы кечті. Бұ 50 яштан бұйық мүтіхаслар үшін World Skills чемпионатының йөнелешедір. Иштиракчилер бізім ярамадамызны екі компетенцияда тақдим еттілер. Бұ өтмек пішіру ве мода технологиясы номинацияларыдыр. Олар насыл сынавлардан кечкен екен. Бұны Сабина Дениева біле.
Навыки мудрых адлы ярышның иштиракчысы Лиана Ганулич. Фурынжи олмақ үшін отмек, чашыт, борек ве ашларны яқшы пішірмеге білмек керек деп айтам. О отмек пішіру в компетенциясында иштирак ете. Бүгінге Лиананын эссас вазифесі 4 саат içinde адейве орюлген отмек пішірмектір. Задания были нетрудные, но везде есть подводные камни. Где-то что-то упустил, где-то что-то не положил, где-то наоборот больше положил. Компетенцияда бечерілген вазифелерінің суряты ве кейфеті назарға алына. Иштиракчы отмекні пішіре, уч саттан соң есе оны чекіп бақалар. Әрбір отмекнің ағырлығы стандартқа уймақ керек, яғни 550-600 грамм олмалы. Навыки мудрых bu World Skills стандартлары бойынша чемпионатның 50 yaşından büyük olған mütəxəssislər yarışıdır. Konкурс iştirakçıları öz bilgilerini tek otmek pişirүү sahasında degildi, moda технологиясында да көстерелер. İştirakçı Людмила Романенко elinde kalem ve sızgıçnen юбка піче. Son ise evvelden sılatқан basmasını ütünen құрута. Böyle etip o материалны ne kadar kıskartacağını baxa. Bu sahada o aman 40 yıldan beri çalışa. Ну, интересно, вообще хочется попробовать свои силы и себе доказать, и остальное, что ты что-то можешь еще в этом возрасте, да. Yarış nasıl keçkenini Новосибирск şehrinde bulunған ekspertler uç kamera arkalı nizaret eteler. Главный критерий здесь профессионализм, почет и уважение навыкам мудрых. Навыки мудрых чемпионаты 50 yaştan büyük vatandaşlar için maxsus Federal World Skills standartları boyunca tahsil programmasının bir parçasıdır. O demografiya adlı milli leyhanın çerçevesinde geçirili. Finalının neticeleri boyunca moda teknologiyası kompetensiyasında birinci yerini Moskva şehri ve Sverdlovsk vilayetinin temsilcileri aldılar. Otmek pişiruvde Moskva vilayetinin temsilcileri kazandı. Sefir Şukurova, Sabina Deniyeva, Ervin Emiraliyev, Millet için. Ахмеджетте 17-19 асырға айт ресімлерінің сергісі açıldı. Беди музейінің сергілер залында Ғарби Авропа ұсталарының 38 ұшы тақдим етілген. Ресімлерді дини сюжетлер ве Авропалыларының турмушы акс олынған. Султания Бакал девам ете. Сернеклері олған хышчық Авропа ресамы Августин Казинның эсері. Мында Андерснның фаджалы масалында олғаны кебі сернекнің әтеші чоқтан сонген. Хышчық қар үстінде бұзлап қалған, ама yüzінде төбесімі тұра. Вефат етмеден evvel бұл хышчық битасыны келіп, оны көклерге мелек тарзында алып кеткенini көрие. Андерсону, видимо, в сказке, как и художнику Цинказину, важно было показать моральную подоплеку этой истории. Видимо, он был свидетелем такой истории в родном Копенгагене и захотел, чтобы об этой девочке узнал весь мир. И поэтому эта сцена, она, повторюсь, одна из любимых наших работ у зрителей. Когда она выставляется на выставках, каждый находит в своем сердце уголок для этой маленькой девочки. Энді Ахмеджетнің Беди музейінде Авропаның яны вақытына айт ресамларының 38 эсеріні көрмеге мүмкін. Уджзалда 17-19 асырларға айт барокко, рококо, классика кебі жанрлардaki ресімлер тақдым етілген. Меселя Янған Дегермен ресімі, оның мөйлефі Голландия ресамы Эгберт Вандерпул. Bu ise Карл Лотның Хабил ve Абил ресімі ОМТ'рен айны вақыта тантаналы бір эсер. Оның сергінің зиyaretçileri пек бегене. Здесь всегда открывается нечто новое. И сегодняшняя выставка великолепно этому подтверждение. Тихая прелесть ценностей подлинных мастеров в нашем небольшом, в общем-то, провинциальном городе, она трогает для души. Я хотела бы всех пригласить посмотреть и прикоснуться к творчеству великих мастеров и вечных истин. Авропа ресамларының эсерлеріні Сергейде 8 ноябрьге қадар көрмеге мүмкін olacak. Султания Бакал, Алим Сейдалиев, Миллет үшін. Бүгінге бұл епісі хабарлар Милет телеканалынан айырылмаңыз, хайырлы шабылар.